Сонымен біз 7-ші нұсқаны бастаймыз. Қараңыздар, бірінші сұрақ: суретте екі зарядтың А нүктесіндегі электр өрісінің кернеулік векторларының бағыттары көрсетілген зарядтардың таңбаларын табыңыз дейді. Енді бізде біріншісі Е1, екіншісі Е2. Осы жердегі таңбалар бойынша ашатын болсақ, бірінші жағдаяттағы кернеулік 0-ден үлкен, екіншісіндегі 0-ден кіші деп қарастырады екенбіз. Ал енді келесі екіншісі электр плитасының кернеулігі, ток күші, уақыты және судың массасын, қайнатуға кететін судың массасын қарастыру керек екен. Ол үшін біз не істейміз? Негізгі массаның формуласы жылу мөлшерін бөлеміз, S дельта Т деген форманы қолданамыз. Енді дәл осы жерде біз Q дегенді ашамыз. Q дегеніміз I, U, T бөлінген S дельта Т деген форманы қолданамыз. Барлық орындарына қоятын болсақ, бізде келіп шығады екен. Яғни, мына жерде бір мәселе бар. S судікі нешеге тең екендігін білесіздер. Сол жерде 4200, ал дельта Т бастапқы температура 0. Енді қайнатуға болатын судың массасы, қайнау деген 100 деп аламыз. И все, сол кезде бізде 3-14 килограмм келіп шығады екен. Так, келесі бізде екі заряд берілген, шарлардың арақашықтықтары 10 сантиметр. Егер оларды түйістіріп бастапқы орын алып келген кездегі әсерлесу күштері дейді. Ол кезде біз жалпы Q1 қосу Q2 бөлінген 2 деп зарядтардың анықтап аламыз. -8 қосу 14 бөліміз 2. Минус плюс минусты береді. Нәтижесінде мына беттен 4 кетеді. Арғы беттен 4 кеткен кезде 6-6-ны 2-ге бөлсек 3 демек. Q1-іміз 3 нанокулон, Q2-іміз тоже 3 нанокулон. И все, арадағы күш табу үшін K, Q1, Q2 бөлу R квадрат деп аламыз да, орындарына қоямыз. Бірақ мына жердегі зарядтардың екі зарядты да 3-тен деп аламыз. Өйткені түйістіріп бастапқы орын алып келген кездегі мәні келіп шығады. Сол кезде V болады екен. Так, мен бірден несін кілттерін айтып отырмын, өйткені оны салсақ та сол шығады. Келесі бізде енді көлденең қимасының ауданы берілген, ұзындығы берілген, оның күші берілген, серіппенің абсолютті деформациясын таптық. Енді ол дельта L бөлу L тең F бөлу ES деген гук заңы бар. Осы жерден дельта L-ды табатын болсақ, L F бөлінген ES болды. Дәл осы формаға саламыз. Сол кезде бізде 16 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі сантиметр келіп шығады екен. Келесі дене диаметрі берілген, шеңбер бойымен қозғалады, алтын бір бөлігін жүріп өтті, оның жүрген жолымен орнына ауыстырды. Енді қараңыздар, жалпы шеңберді біз 6 бөлікке бөлеміз. Жалпы сол кезде 6 бөлікке бөлетін болсақ, былай бөлеміз, сода 3 неше болып кетті, көп болып кетті. В общем, 6-ға бөлетін болсақ, 360-ды 6-ға бөлсек, 60 градустан кеп шығады. В общем, сол нәрсені ескереміз. Мына диаметр дегеніміз D бөлу 2 бұл радиусты берсе, радиусы 12 метрге тең болып тұр. И ары қарай жүрген жолды табу үшін істейміз. 2 πr бөлінген 6 дейміз. Өйткені 6 бөліктің бір бөлігін жүрген. Сол үшін біз 2 көбейту 3-те 14, көбейту радиусы 12 бөлінген 6 дейтін болсақ, 12-де 56 метрге шығады. Ал орын ауыстыру табу үшін біз бұл жерде сіздермен өткенде айтқанбыз, белгілі бір бұрышпен болатын болса, Пифагор, яғни 12-нің квадраты қосамыз, 12-нің квадраты қосамыз, 2, 12 көбейту 12 көбейту 1 бөлу 2 дейміз. Получается төбірасты 12 шығады. Сонда А болады деген сөз. Шеңберге байланысты жүрген жолын орнына ауыстырып біз оны курста әдем талдаған едік сіздермен. Келесі бізде енді кез келген радиустағы барлық көрінетін аспан денелердің проекциясына ойша алған сфера, ол аспан сферасы деп айтамыз. Так, келесі дөңгелектердің ең шеткі нүктесіндегі орналасқан бірінші дененің сызықтық жылдамдығы берілген, дәл осы жердегі арақашықтық берілген. И екінші дененің сызықтық жылдамдығы осындай болса, оның радиусы, яғни бұл жерде былай істей саламыз. V1 бөлу R1 тең V2 бөлінген R1 минус жаңағы біздегі мәні бар ғой, сол мәнді қолдана саламыз 4-ті. Яғни мына беттегі бар ғой. И все, осы жерден R1-ді табатын болсақ, ол бізде 10
сантиметр келіп шығады екен. 10 сантиметр келіп шығады екен. Так, кеттік ары қарай. Мына жерде енді Li квадрат бөлу 2 Su квадрат бөлу 2. Екі энергияның теңестіреміз. Электр өрісі мен магнит өрісіндегі энергияларды. И все, осы жерден L табатын болсақ, Su квадрат бөлінген I квадрат болады. Ал енді бізге ол жерде циклдық жиілікті тап дейтін болса, циклдық жиілігіміз бір бөлінген түбір асты LS деген формула бар. Осы формуланы түрлендірген кезде бір бөлінген астында, түбірдің астында, енді қараңыздар, L-дің орнына мен мына мәндерді қоямын. Сол кезде Su квадрат бөлінген I квадрат көбейту S болады. И барлығын орындарына қоятын болсақ, 1000 келіп шығады екен. Ол бізде С болады деген сөз. Энергияның сақталу заңы десе, тек консервентті, яғни күштердің, яғни бұл В болады. Жаттап алуға кеңес беремін. Энергияның сақталу заңы білесіздер ғой енді. Сәл өзгеріс түрінде келтірген. Мына жерде енді уақытты табу үшін 75-ті бөлеміз 15-ке. Ол бізде келіп шығады. Мына так 5 7 8 келіп шығады. 8 бола ма? Мен ашып қалды. 8 5 келіп шығады. 5 ойбай 8 несі. Сонда 9-ға қосамыз 5-ті, ол 14. Демек, мына сағат қой. Демек, сағат. Ол 14:2 деген сөз ғой. Так, кеттік ары қарай. Мына жерде енді 3 протон мен 4 нейтрон тұратын атом ядросының байланыс энергиясы берілген. Меншікті байланыс энергиясы мен ядросының массасын тап дейді. Ол үшін біз не істейміз енді? Бұл жерде біз былай жазамыз ғой. М ядро деп алайық. Сол кезде 3 протон, М протон. Қосамыз 4 М, 4 қой, нейтрон. Бізде беріп қойған міне. Нейтронның мәні, протонның мәнін беріп қойғанда. Енді осы жерге алып келеміз де орындарына қоятын болсақ, 7/0 5 600. Ой, қозғалып кетеді. 648 кеп массаның атомдық бірлігі кеп шығады. И осы арқылы біз енді дельта М-ді тауып аламыз осы жерден. Ол байланыс энергиясын бөлеміз 931-ге. Жарық жылдамдығы бар ғой. Сол кезде байланыс энергиясы берілген 39-да 3 оны бөлеміз 931-ге. Сол кезде кеп шығады екен бізде 0,0422. Енді дәл осы жерде бұл да массаның атомдық бірлігі болып табылады. Ары қарай М-ді табатын болсақ, енді осы жерден 7/0,5,648-ден азайтамыз 0,0422-ні. Сол кезде 7/0,143 деп кете берді ары қарай. Массаның атомдық бірлігі кеп шығады. Ал меншікті байланыс энергиясын табу үшін байланыс энергиясын бөлеміз нуклондар санына. Бізде жаңа шықты нуклондар саны мына мәнге. Сонда 39-да 3-ті бөлеміз 7-ге дей салайық. Ол кезде 5-те 6. Яғни ол бізде С жауап болады. С жауап болады. Массаның атом бірлігі деген жазған жоқ қой негізі. Солай аша саламыз. Ең маңыздысы мына нәрсені түсініп алу керек мәтіндегі. Так, кеттік ары қарай. Зат мөлшері 5 моль 2 атом дейді, газ изобаралық дейді. 5 атомды изобарал жолмен дельта Т-ға қыздыру үшін қажетті жылу мөлшер 380 килоджоуль болған. Осы газды изохоралық жолмен дейді 2 дельта Т-ға қыздыруға қажетті жылу мөлшерін тап дейді. Енді бұл жерде бірінші болып біз мына Т-ның өзін табу керек. Ол үшін не істейміз? Изобарал жолмен қыздырғаны үшін біз дәл осы жерде ашамыз. Яғни Q тең дельта U қосылған мына форманы жазып қояйын. Дельта U қосу A деп қоямыз. И осы жерде Q-ды ашатын болсақ, I плюс 2 бөлінген 2. И мынаны біз нью RT деп алсақ болады. Осы жерден Т-ны табатын болсақ, и мынау I дегеніміз, мына жерде I дегеніміз 2 атомды болғаны үшін 5 деп аламыз. И все. Осы жерден біз температураны табатын болсақ, 2614 кельвин келіп шығады. Енді орындарға қойып есептейміз. И потом изохоралық кезінде жұмыс 0-ге тең болған үшін жай ғана Q тең 5/2 нью RT дейміз.
осы жерден орындарына қоямыз. Өйткені мына температураны алып келіп мынаның орнына қойып жүреміз. Сол кезде бізде келіп шығады екен 542.900 джоуль. Оны біз жуықтап, былай жазсақ та болады екен. Просто мына жерде изобаралық болған үшін біз мына заңдылықты қолдандық. Мынау былай көбейіп кетті. Ал екіншісі изохора болған үшін мына бір заңдылыққа бірден өйткені жұмыс нөлге тең болады деген сөз. Так, келесі бізде 13-ші есепті ашып қарастырайық. Жарық сәулесі жазық параллель шыныға 30 градус бұрышпен түседі. 30 градус бұрышпен түседі. Ал енді бізге айтады, осы жерде ол ағысы ол мына бетте 1,94 болған. Ал осы жердегі ненің пластинаның қалыңдығын табуымыз керек та. Яғни біз мына дана табуымыз керек болып тұр ғой. Ол үшін не істейміз? Әрине бізде екінші бетке ауытқу беттамыз белгісіз болып тұр, ал түсу бұрышымыз белгілі болып тұр. Ол үшін бірінші синус беттан табайық. Ол синус альфа бөлінген n деп алсақ, синус альфамыз берілген, ол 30 градус. 30 градус туған мәні де бізде беріліп қойған. Синус 30-тікі, то есть белгілі 0,5 деп алсақ болады. Осы жерде 0,5-ті n-іміз 1/5-ке бөлейік кішкене соны. Калькулятормен тарс мына жерде. Так, бөлетін болсақ. 13-те. Так, бөлеміз. 0,33. Оны бұрышпен қарастыратын болсақ. Так, бұрышпен қарастырайық. Ол бізде 19-да 5 градус құрайды екен. Яғни мына аралық тауып алдық беттаны. Енді біз осы жерде негізгі форманы жазамыз. Ол әрине L тең D синус альфа азайту бетта бөлеміз косинус бетта. Енді бізде осы жерде дана табатын болсақ, L көбейту косинус бетта бөлеміз синус альфа минус бетта. Так, енді бізде мынау альфа мен беттаны азайтын саламыз. Альфа бізде 30 градустан 19-да 5-ті азайтамыз. 19-да 5-ті азайтамыз. 10-да 5. Демек, астында синус 10-да 5 градус. Үстінде L бізде берілген 1,94 көбейту косинус. Бізде ол жаңа беттамыз 19-да 5 градусты құрады, мына жер косинус бар. Енді бұндарына қойайық. Да тең. Косинус 19-да 5 мәні берілген. Демек 1,94 көбейту мына бетте тұр. Міне косинус косинустағы мәні 0,94. И астында синус 10-да 5 0,18 орындарына қоямыз. Сонда 10-да 13 сантиметрмен алдық. Ол А болады деген сөз. Так, кеттік ары қарай. Енді осы сызыпқа бір сәл тоқтап қалдық. Келесі көлемі берілген, массасы 8 тонна болатын тас мүсінді су бетінен ақырын көтергенде арқанның абсолютті ұзаруын тап дейді. Демек, ол үшін біз не істейміз? Арқанның абсолютті ұзаруын табу үшін бірінші салмағын тауып аламыз mg-мен. Ол кезде 8 тонна, 8-ді 10-ға көбейтсек 80 килоньютон болса, F Архимед тауып көрейік, ρ VG. Ол кезде ρ бізде 1000, көлем 5, мынау 10, сонда 50 килоньютон. И потом ары қарай біз созылу табатын болсақ, F бөлінген K болса, F-міз ол 30 өзгерісін алсақ, килоньютон бөлеміз, мынау 3 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Сонда қысқарады, мынаяқта 4, мына 2, ол бізде 1 сантиметрге тең болады, D болады деген сөз. Так, кеттік ары қарай. Енді
абсолют қара дененің температурасы 2 есе артқанда астын сызып қоямыз. И максимум сәйкес келетін толқынның ұзындығы берілген. Дененің бастапқы температурасы. Ол үшін біз не істейміз? Вин заңы бойынша лямбда тең В бөлінген Т деп. Осы жерден Т-ны табайық. В бөлінген лямбда. И потом ол 2 есе артқанда деп тұр. Яғни демек Т нолевой табу үшін Т бөлінген 2. Формуланы түрлендірсек, сонда В бөлінген 2 лямбда тең болып тұр ғой. Орындарына қойып жүреміз. Сол кезде В кеп шығады екен. Бұл енді вин теңдеуі міндетті түрде білейік, иә. Келесі дөңес көпірдің үстінде осындай жылдамдықпен бір қалыпты қозғалады. Ауырлық үшін 75 құрайды. Көпірдің қисық радиусын табу керек. Болды, ол үшін біз не істейміз? Так, mg минус mv квадрат бөлу r. Мынау бізде 0,75 mg-ға тең болса, мынау mg, мынауымыз mv квадрат бөлу r. Массалар қысқарады. Осы жерде біз r-ді табатын болсақ, енді мынау 7-де 5, мына бетіміз 10, мына бетіміз v квадрат бөлу r. Орындар ауысады, 2,5. Сонда 2,5, мынау жылдамдығымыз мына жерде 20, квадрат 400 бөлінген 2-де 5. Ол бізде 160, ол 0,16 километр. Яғни В болады деген сөз. Металл өткізгіш бойынан 2 амперде, бұл I тең 7. Осы жерден N табатын болсақ, I бөлінген S, В бұл тұрақты токтың формасы. Осы жерден N табамыз, сол кезде С болады дейді. Опа, батарея. Так, осы жерден бір не жүрейік. Физикалық шамалар ішіндегі векторлық шама. Енді векторлық шама дегеніміз, ол бізде тек қана үдеу болады ғой. Так, осы жерден бір пауза қылып тұрайық. Номер 19-шы есеп. Біз зерттеп жатқан жұлдыз жерден 95-те 5 жарық жылына тең қашықтықта дейді. Енді бізге айтады, осы ара қашықтықтың жер радиусына қатынасын тапты. Біз былай алсақ болады. Бұнаны S тең деп алайық. Енді бұл жерде мына нәрсе бар. Бір жарық жыл нешеге тең екендігін қарастырып кетейік. Бізде бір жарық жылымыз, бұл тұрақты шама 9-да 46 көбейту 10-ның 12 дәрежесі километрге тең болады. Ал енді 95 берілген, біз S бөлінген жердің радиусы тең. S дегеніміз жаңағы 95 көбейтем, міне, бір жарық жылымыз 9-да 46 көбейту 10-ның 12 дәрежесі көбейту 10-ның километрмен 3 дәрежесін бірден жазып кеттім. И астына жердің радиусы бізде 6400 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. 3 дәрежелер қысқартып жіберейін. Астында 1, 2 үстіндегі мынамен қысқарса 10 дәреже қалады. Енді қалғандарын калькуляторға сала саламыз. Калькуляторға сала саламыз. Так. Вот. Сол кезде 95-те 5-те көбейтемін 9-да 46-ға, оны бөлемін 64-ке. И ол бізде келіп шығады, примерно деп алсақ болады. 140-та 3 көбейту 10-ның үтір жылжыды бері қарай 9 дәрежесіне келтірсек болады екен. Ол бізде С болады деген сөз. Келесі 20-шы есеп. Идеал жылу машинасының қыздырғыштың температурасы берілген. Қыздырғыштан алынған 1 килоджоуль энергия есебінен 400 джоуль жұмыс атқарылса, суытқыштың температурасын тап дейді. Енді бұл жерде бізге суытқыштың температурасын табу керек. Ол Т2-ні табу керек деген сөз. Ол үшін бір не істеймін? Пәктің формасынан негізгі А жұмыс бөлінген Q деп, осы жерден көбейту 100 деп аламда. И дәл осы жерден мен қараңыздар 1 килоджоуль энергия есебінен деп тұр ғой, демек пәкті тауып аламын. Сол кезде 1 килоджоуль энергия есебінен осындай жұмыс атқарса дейді. Демек 400-ді
бөлемін 1000-ға. Көбейтем 100-ге. Получается 1, 2, 1, 2. Сол кезде неше болады мынау? Бізде 40. 40%-ға тең. Енді дәл осы жерден мен екінші форма қолданамын. Т1 минус Т2 бөлінген Т1. Көбейту 100. Осы жерден мен Т2-ні табуым керек та. Орындарына қоя салсам болады. Жай ғана былай істеп жіберейін мен. 0, 4 тең. Т1 дегеніміз бізде 527 градусты біз неге айналдырамыз? Кельвинге айналдырып алайық. 527-ге қосамын 273-ті. Сол кезде 800, жоғарыда міне 800. Азайтамын Т2 белгісіз, астында 800. Енді осы жерден 800-ді көбейтем 0, 4-ке. И одан кейін барып азайтамын 800-ді. 800-ден 320-ны. 800 азайды 320. Сол кезде 480 кельвин келіп шықты да. Бірақ бізге градуспен айналдыру керек. Градусқа айналдыру үшін біз 273-ті. Дәл осы жерден азайтып жібере саламыз. Сол кезде бұл тең болады 207 градус Цельсийға тең болады екен. Яғни А нұсқасына сәйкес келеді. Так, келесі 21-ші есеп бізде мына есептерді дәл осындай есептерді қысқа нұсқа жолмен шығарып кетудің несін көрсетейік. Негізгі формула бар бізде. Бұны ашып, түрлендіріп жүрген қажет жоқ. Бірден шаблон формуласы алсақ болады. М тең N көбейту, уақыт көбейту, маляр масса бөлеміз астында пәк көбейту N авогадро көбейту Е. Бұл форма қайдан шықты дейтін болсақ, мынандай форма бар бізде. Е тең N көбейту Е нолевой деген сөз да. И осы жерден біз түрлендіріп жібере салдық та, ашып жібердік. И получается біздегі мына жерде N-ді ашып жібереміз. N дегеніміз бізде N тең масса көбейту N авогадро бөлеміз астында маляр масса деген форма келіп шығады. Осыны алып барып орнына қойып жібереміз. Сол жерден біз массаны табамыз. Массаны тапқан кезде біздегі М келіп шығады. И оны біз не істейміз? Мына бетте форма қолданамыз. А пайдалы бөлінген А толық көбейту 100 деп та. Бірде мына форма шаблон форма ретінде алып кетсеңіздер болады. Осы арқылы түрлендіріп шығаруға болады негізі, ең қысқа жолда. И орындарына қоямыз. N бізде берілген. Так, N-іміз бізде қуат 12 көбейтемін. Уақыт бізде берілген 1 тәулік деп жазып қоямын. 1 тәуліктегі тұтынатын сұрап тұр. Демек көбейтемін 86400. И оны көбейтемін. Маляр масса бізде беріліп қойған 0,235. 0,235-ке. И оны бөлеміз астында пәк бізде 0,2. Оны бөлеміз. Авогадромыз 6,02. Оны бөлеміз. Энергиямыз бізде 200. Және бөлеміз мегаэлектрон вольтты міндетті жаулық айналдырған кезде 1,6 бар жанында, бөлеміз. Сол кезде 632-де 39, яғни бұны біз 63-те 24 көбейту оның минус 3 килограмм деп алсақ болады. Яғни Д нұсқасына сәйкес келеді екен. Так, келесі бізде 22-ші есеп. Массасы берілген, жылдамдығы осындай. Дене қозғалыссыз тұрған, массасы 6 килограмм денеге серпімсіз соқтығысты. Денелердің соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығын табыңыз дейді. Енді бұл тыныш тұр ғой. Сол үшін біз былай алсақ болады, не қараңыздар. М1, В1 тең бірден серпімсіз десе, демек жақша ішінде М1 плюс М2 және В деп аламыз. Осы жерден бұны табатын болсақ, бізде В тең болады. Сонда М1 В1 бөлеміз М1 плюс М2-ке. И орындарына қоя саламыз. Сол кезде массасы 10 килограмм жылдамдық болса дене дейді. Демек қозғалыссыз деген үшін жылдамдық болмағаннан кейін 0 кетеді. 40-ты бөлеміз астында
екі массаның қосындысы әрине ол бізде мына бетте 40 и мына екінің қосындысы 6 қосамыз 10, 16-ға. Сонда 2-де 5. 2-де 5 метр бөлінген секундқа тең болады. Яғни ол бізде С нұсқасына сәйкес келеді екен. С нұсқасына. Так. 23-ші есепке келдік. 23-ші есеп. 8-де 4 метр секунд квадратқа тең кемелі үдеумен дейді. Айға қатысты вертикал бағытты төмен қарай қозғалып келеді. Кеме ішіндегі дененің массасы берілген, ғарышкердің салмағын тап. Төмен қарай қозғалып келе жатқаны үшін біз бұл жерде қарастырамыз. Асқын салмақтың жағдайын қарастырамыз. P тең mg плюс a деп алайық. Масса бізде 70-ге тең. G получается 1-де 6 қосамыз 8-де 4. Так, мынау бізде 10 болса, мынау 700 болады сонда. Бұл бізде 0,7 килоньютон деп алсақ болады. А нұсқасына. Так, келесі екінші есеп. Биіктігі 45 метр. Жартастан горизонтал бағытта теңізге қарай тас лақтырылады. Егер тас жартас табанына 30 метр қашықтықта суға құлаған болса, онда оның бастапқы жылдамдығын тап дейді. Енді бізде жалпы жылдамдықтың формуласын V тең S бөлінген T деп алсақ, ал осы жерден T тең бізде Т бар асты 2H бөлінген G деп алсақ болады. Получается бізде сонда V тең S бөлінген Т бар астында 2H бөлінген G деп алсақ болады да. Міне. Форманы түрлендіре салдық та, орындарына қоямыз. S бізде 36 астында биіктігіміз 45-ке көбейтсек 90, 90-ды неге 10-ға бөлсек 9, 9-дан Т бар асты 3 шығады. Демек 3. 36-ны 3-ке бөліп саламыз, сол кезде 12 метр бөлінген секундға тең болады. Получается, бұл бізде С-ға тең болады деген сөз. Так, келесі. Торричелли тәжірибесінде атмосфералық қысым сынапты 600 мм-ге көтереді. Егер сынапты сумен алмастыратын болсақ, судың көтеру биіктігін тап дейді. Енді бұл жерде жай ғана бір ғана форма қолданып кетсек болады. Бұл қатынас ыдыстар ρ1 H1 тең ρ2 H2. Болды. Осы жерден біз H2-ні табамыз. Сол кезде ρ1 H1 бөлінген ρ2. Өйткені бастапқыда бізде тығыздығы ол не болған, сынап болған. Екіншісінде су болып тұр да, орындарына қой жүре саламыз. Мына 13600-ді көбейтеміз 760 көбейту 10-ның минус 3 мм метрге айналдырамын, бөлемін астында 1000-ға. Сол кезде келіп шығады бізде 10,336 метр, яғни А нұсқасын сәйкес келеді. Қатынас ыдыстар ғой, ортақ түптері бірде деп айтамыз. Одан кейінгісі 26-шы есеп. Бізде енді индукциясы берілген, оның ұзындығы берілген, ток күші берілген, оның орын ауыстыруы берілген, ампер күшінің жұмысын тапты. Жалпы ампер күшінің F амперіміз бізде BIL. Ал F дегенде біз жұмыс арқылы A тең F көбейту S деп алсақ, демек осы жерден F табатын болсам, A бөлінген S болады. Получается, менде A бөлінген S тең BIL болып деген сөз, И осы жерден мен нені табуым керек? A-ны табатын болсам, сонда BIL көбейту S. Барлығын көбейте салам. Получается, сол кезде бізде 48 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі келіп шығады екен. Так, келесі бізде суға батырылған дененің жалпы көлемінің 10-нан 1 бөлігі судың бетінде болса, суға батырылған дененің тығыздығын тап дейді. Яғни, біз дәл осы жерде істейміз тығыздық табуымыз керек. Олай болса, бұл жерде біз F ауырлық күшінің тең F Архимед деп аламыз. Ауырлық күші бізде mg-ға тең болса, F Архимед бізде ρ сұйықтық көбейтеміз V. Бұл жерде енді батқан бөлігі және батпаған бөлігі деп қарастырамыз. Батқан бөлігі деп қойық, мынаны көбейтеміз G. Ал массаны мен ρ дене V дененің көлемі
және G деп алсам болады. Мына бетте ро сұйықтық В батқан и G. Енді қарайық, бізде 10-нан 1 бөлігі судың бетінде болса, демек ол батқан бөлігі бізде неге тең болады деген сөз? Сонда астындағы қалған бөлігі деп айтамыз, то есть 10-нан 9 бөлігі қалып тұр деген сөз. Бұлай істеп қойсақ болады. Демек, ро дене В G тең ро сұйықтық В-ның орнына 10, мына бетте 9 В G деп алсам болады. В мен В-ны қысқартып, G мен G-ді қысқартсам, сол кезде ро дене тең болады ро су көбейту 10-нан 9 бөлігі. Болды, ары қарай 9000-ды 10-ға бөліп жібере саламын деген сөз ғой. Получается, ол В-ға тең болады. Так, келесі бізде абсолют қара дененің спектрінің сәуле шығару максимумы берілген аралығы және сәуленің көзі 1 см квадрат бетінен шығатын жылулық сәуленудің қуатының өзгерісі дейді. Енді біз бұл жерде қуаттың өзгерісін табуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші болып бұл жерде біз Вин заңын жазып кетуіміз керек. Вин заңы бізде лямбда тең B бөлінген температураға тең. Одан кейін Стефан Больцман заңы деген бар. Стефан Больцман заңы бізде R тең сигма көбейту температураның 4 дәрежесі деген бар. Осы екі форманы қазір біз байланыстырамыз. Бұл енді көп жағдайда біз өмір сыныпта қарастыратын тақырыпша. Енді қуаттың формасын анықтайтын болсақ, бізде R-ді көбейтеміз ауданға. R дегеніміз бізде сигма көбейту 4 дәрежесі S болады деген сөз. Бірақ бұл жерде бізге енді мына жерде өзгерісі болған үшін, демек қуат 1, қуат 2 деп аламыз. Ол кезде сигма температураның 4 дәрежесі және S аудан. Мынаны мен бірінші жағдай деп алайын, мынаны мен екінші жағдай деп алайын. Демек, температураны Т1-ді табу үшін B бөлінген лямбда 1, температура 2-ні табу үшін B бөлінген лямбда 2 деп аламын. Бізде енді мына жерде B беріліп қойған лямбда бірінші жағдаятта 0,4 микрометрді метрге айналдырамыз. Мынаны бұл жерде 0,6 микрометр, ол -6 дәреже міндетті түрде солай келтіріп аламыз. Получается, осы жерден орындарына қоямыз. И одан кейін ең соңында қуаттың өзгерісін табамыз. Яғни соңғысынан бастапқысын азайтып жібереміз. Сол кезде келіп шығады бізде 1-де 24 көбейту 4 дәрежесі ватт. Так, келесі. Ешқандай ортаның көмегінсіз орындала алатын жылу берілудің түрі дейді. Бұл әрине күннің сәулеленуі деп айтамыз. Келесі, жазық конденсатордың сыйымдылығы берілген, оның ауданы берілген, оның арақашықтығын тап. Жазық конденсатордың формуласы бізде E0 S бөлінген D. Демек, арасында арақашықтық табу үшін D-ны табам мен, D тең болады сонда E0 S бөлінген электр сыйымдылық. И болды, барлығын орындарына қоя саламыз. Сол кезде 2-де 95 мм кеп шығады екен. Так, біз 7-ші сабақтың 1-ші видео сабағын осы жерден аяқтаймыз. Келесі 2-ші сабақта қарастыратын боламыз.